Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге табиғи ашытқымен осындай лепешка жасаудың жолын көрсететін боламын. Осы жерде көрсетілген барлық заттардың мөлшерін осы видеоның астынан описаниеден көре аласыздар. Ұнға тұзды саламыз. Жақсылап араластырамыз ұн мен тұзды. Мынау менің закваскам. Бұл заквасканың рецептісі өте қарапайым. Үйде бар зат ұн мен судан жасалады. Жасау жолы өте оңай. Осы видеоның астына описаниеге сілтемесін қалдырып кететін боламын. Сол жерден көре аласыздар заквасканың рецептісін. Табиғи ашытқыны қосамыз. Араластыруға ыңғайлы болу үшін осындай үлкендеу ыдысқа ауыстырдым. Су құямыз, жақсылап илейміз. Негізі қамырды түнде жақын жатар кезде осылай ашытып жатып, таңертең ерте тұрып, бір қайтарып қойып пісіре берсеңіздер де болады. Бірақ мен қазір күндіз қалай жасаймын, соның жолын көрсетемін. Осылай жақсылап илеп, шамамен 10 минуттай илейсіздер. Содан кейін 1,5-2 сағатқа қойып қоясыздар. Міне біздің қамырымыз 1,5-2 сағат өткеннен кейін қолымызға май жағып, тағы да бір рет қайтарып қоямыз. Шамамен 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Шамамен 3-4 сағат өткеннен кейін біздің қамырымыз нан пісіруге дайын. Қолымызға май жағып алып, табаға қамырды салып, нанды жаямыз. Табаның бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Нанның беті біркелкі болып, әдемі болып шығу үшін осылай вилканың көмегімен осындай етіп жасаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Нанды 220 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аласыз. Наныңыз піскен соң бетіне міндетті түрде су болмаса май жағыңыз, сонда наныңыз жұмсақ болады. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар.